Жақып ата 73 жастағы зейнеткер. Бұрын инженер болған. Бірде өз пәтеріндегі үлкен бөлмеде үстел басында отырды. Алдында ашық дәптер. Бұл дәптердің жартысы марқұм әйелі Күләштің ұқыпты майда жазуымен толтырылған. Әр беті бағандарға бөлінген. Бүгінгі күн, кіріс, шығыс есептері. Күләш апа әр тиынды жазып отыратын. Соның арқасында болар отбасы бюджетін дұрыс есептейтін. Соңғы жылдары кіріс деген жерде ай сайын тек 2 ғана жазу болатын, екеуінің зейнетақысы. Ал қазір 1 ғана жазу қалды. Күләш апа былтыр қайтыс болды. Одан кейін Жақып ата есеп жүргізуді бірнеше ай бұрын ғана бастады. Ақша жетпей кетті. Мүмкін мен үнемдей алмайтын шығармын деп ойлады. Сөйтіп бәрін тиынына дейін жазып бастады. Тіпті кейде қысқаша түсіндірме де қосатын, бірақ бұл көмектеспеді. Шығын бағандары созыла берді. Сандар ешқашан сәйкес келмеді. Қарапайым, ең үнемді өмірдің өзі қымбат болып шықты. Ай сайынғы шығын зейнетақыдан асып түсті. Арадағы айырмашылық ұлғая берді. Дене дегенің сұрай береді: сүт, нан, дәрі. Одан бөлек дәретхана қағазы, сұйық сабын. Әй, осы сабынмен бәрін жуа бересің. Шашты да, қолды да, үнемді, деп атай өзін жұбатады. Бірақ одан бөлек май, тұз, қант, макарон, кейде шұжық, кейде консерві. Бұлар да керек. Коммуналка тағы бар. Телефон, жолақы, қан қысымына дәрі, жүрекке дәрі. Тізім осылай созыла берді. Жақып ата ауыр күрсінді. Көзілдірігін шешіп мұрнын уқалады. 2 ай бұрын мысығы Мырзашта өліп қалды. Ол да оған ауыр тиді. 16 жыл бірге болған еді. Күләш апа қайтыс болғаннан кейінгі жалғыз серігі сол еді. Кейде ішінен бір ой жылт етеді. Мысықта көмектескен шығар, шығынды азайтты деп. Өзі аш жүрсе де жануарын тойғызатын. Ал қазір сол тамақты өзі де жей алады. Бірақ бір сұрақ маза бермеді. Қалайша осындай күйге жеттім? Бұрын бәрі жақсы еді ғой. Күләш тірі кезде бәріне жететін. Екеуі тату тәтті өмір сүрді. Үйде де, көңілде де жылулық болатын. Тек бір өкініш: Жақып ата 48 жыл бірге тұрған әйеліне ең маңызды сөздерді айта алмады. Сені жақсы көрем дегенді. Үнемі кейінге қалдыратын. Ертең, кешке, демалыста. Ал уақыт ешқашан келген жоқ. Жақып ата кейде әлі де Күләшпен сөйлескендей болады. Таңертең жаңалықты талқылайды. Кешке теледидардағы бір нәрсеге күледі. Бұрылып қарайды, бірақ ешкім жоқ. Бос кеңістік. Әрине ауыр, өкінішті қайтып келмейді. Екеуі бірге өмір сүргенде бәрі жеңіледі. 2 зейнетақы біреуінен жақсы ғой. Коммуналка төлейтін, дәрі алатын, тамақтанатын. Артық ештеңе жоқ, бірақ жететін. Күләш үй шаруасына керемет еді. Ай соңында тіпті ақша қалып қояды. Ал қазір ештеңе жоқ. Күләш ауырып қалған кезде бәрі белгілі болды. Артық жинақ жоқ. Аз ғана ақша болды. Барлығы дерлік тексеруге кетті. Кезек ұзақ, тегін күтсең кеш болуы мүмкін. Бірақ ештеңе көмектеспеді. Жерлеу де қымбат болды. Мемлекеттің берген ақшасы жетіңкіремеді. Ұлы Қайрат көмектесті. Бірақ Жақып ата ұлынан толық сұрауға намыстанды. Өйткені баласының да жағдайы қиын. Ипотека, 2 кішкентай бала. Оның үстіне әйелі декретте болатын. Жақып ата баласын көргенде жүрегі ауырды. Шаршаған, көзінің асты көгерген, жүктің де шегі болады деп ойлады ол инженер ретінде. Сонда Жақып ата банкке барып кредит алды. Түсінгендей болды, бас изеді, бірақ ішінде қорқыныш. Көп сұрасам бермей қояды. Дегенмен ақша берілді. Күләшті жақсылап жерледі. Барлығы дұрыс өтті. Адамдар да жақсы сөз айтты. Ал қазір ай сайын зейнетақыдан кредит ұсталады.
Басында қиын емес еді, бірақ кейін коммуналканың шоты бір күні тым үлкен болып келді. Қате шығар деп ойлаған, бірақ барлығы дұрыс. Себебі баға өсіп жатыр. Сол кезде Жақып ата шотты төлемей қателік жіберді. Келесі айда азаяр деп үміттенген, бірақ бұл шот келесі айда 2 есе болып келді. Сонда ғана ол күләштің дәптерін қайта ашып, барлығын есептеп, бөліп, қысқартып көрді. Бірақ нәтиже біреу, ақша жоқ. Жақып ата дәптерге үңіліп отырған кезде ұлы Қайрат хабарласты. Даусы шаршаңқы, тіпті сәл ашулы сияқты, бірақ ішінде бір өтініш бардай. Әке, бәрі дұрыс па? Жақып ата бір сәт ойланып, шындықты айтқысы келді, бірақ бәрі жақсы балам, уайымдама, телефонды қойды. Сосын жұмыс табу керек деп шешім қабылдады. Бұл жаста жұмыс табу да оңай емес, бірақ жолы болды. Бір апта өтпей-ақ түнгі кезекші болып жұмысқа орналасты. Көңілі көтерілді. Аз да болса қосымша ақша қарызды жабуға көмектеседі деп ойлады. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. 2 айлы қалды, сосын ауырып қалды. Қызуы көтеріліп, жұмысқа бара алмады. Сол үшін жұмыстан да шығарып жіберді. Жақып ата ешкімді кінәламады. Кімге керек ауру қарт? Ондай жұмыстарда адамдар да көп. Сол кезден бастап бәрі қиындай берді. Басында тек ой, ақша, қарыз, төлем. Кейде бұл ойлар басына шықпайтын болды. Коммуналдық қарыз да өсе берді. Жабу үшін тағы несие алды. Оны жабу үшін жылдам несие. Себебі ата жарықты өшіріп тастайды деп қорықты. Бірден етіп коммуналканы жапты, бірақ енді басқа қарыздар пайда болды. Ол күткеннен бірнеше есе болып шықты. Бұл қалай деп түсінбей жүрді. Содан кейін бір жерден алып, екінші жерге жауып, қарызды қарызбен жапты. Ал коммуналка мен банк кредиті сол күйі тұрды. Ақырында Жақып ата ломбардқа келіп, күләштің сақинасын, сырғасын, білезігін барлығын өткізді. Өзінің күміс бұйымдарын да берді. Бұл да аздап көмектесті, бірақ жағдайды құтқармады. Сонда ол тағы да үнемдей бастады. Бұл жол өте қатты. Ет жоқ, сары май жоқ, тек қана нан, айран, макарон, жарма. Арзан өріндер ғана. Аштан өлмесем болды деді іштей. Бірақ ең қауіпті шешімі дәріні азайту болатын. Дәрігерлер дәріні үзбеу керек, себебі жүрегіңізге операция жасалған деген. Бірақ Жақып ата аз ішсем де болады деп ойлады. Бірте-бірте қысымы көтерілді, басы ауырды, әлсіздік пайда болды. Кейде жатып қалатын болды. Дәрі ішеді, күтеді. Ұлы ара-тұра хабарласты. Бірақ әңгіме тым қысқа. Бірдей қайталанатын диалогтар. Қалайсың әке? Жақсымын балам. Ауырып жүрген жоқсың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Не істеп жүрсің? Сол теледидар қарап, кітап, серуен. Жақып ата ешқашан қарызы туралы, аштық туралы, ауыр жағдайы туралы ештеңе ешкімге айтпады. Бір күні ол тоңазғыштың алдында бақылап тұрды. Іші бос, қарап тұр. Бір нәрсе өзінен өзі пайда болып кетсе екен деген ішкі ой бар. Сол күні кешке дүкенге барды. Адам көп. Жақып ата сөренің алдында тұр. Қолында нағыз еттен жасалған тушенка. Қымбат, қалтасы көтермейді. Сосын қалай болғанын өзі де түсінбей, банканы себетке емес қалтасына салды. Кассаға барып, жүрегі дүрсілдеп тұр. Қазір ұстайды, полиция шақырады, масқара болам. Бірақ ештеңе болған жоқ. Нан, тұз, май үшін ғана төледі. Ешкім ештеңе байқамады. Үйге келіп курткасын шешті, ұрланған тушенкасын үстелге қойды. Сол сәтте ішінде бір толқу болды. Мен өмір бойы адал адам едім. Ешқашан ұрламадым, ал қазір не істеп отырмын? Өзінен өзі лақтырып жібер, ұмыт деді, бірақ лақтыра алмады. Банкасын ашты, иісі шықты. Сол түні рахаттанып жеді. Бірнеше күннен кейін тағы ұрлады, содан кейін тағы ұрлады. Бірте-бірте бұл әдетке айналды. Әр түрлі дүкендерге баратын болды. Аз-аздан алатын.
май, консерві, жарма. Тек ең қажеттісін. Арада 2 ай өтті. Ол аш емес. Қалай да болсын күнін көріп жүр. Жақып ата тұратын үйдің жанындағы тәулік бойы істейтін дүкенде Раушан апа жұмыс істейтін. Толықтау келген, даусы сәл қатқылдау, бірақ жүрегі өте жұмсақ әйел еді. Бір күні Жақып ата дүкеннен шығып бара жатқанда, Раушан апа оны иығынан ақырын ұстап қалды. Дауысы бұрынғыдай емес, баяу, жұмсақ шықты. Мен сіздің жарыңызды жақсы танитынмын. Күләш менің балама тәрбиеші болған. Жақып ата сол кезде не айтарын білмей қалды. Өте жақсы адам еді. Балаларды қатты жақсы көретін. Раушан апа бір сәтке үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсініп, мен бәрін түсінемін, бірақ қазір бәріне қиын. Жақып атаның жүрегі шаншып кетті. Өткенде де көрдім, бүгінде байқап тұрмын. Жақып ата көзін көтере алмады. Ұят, өте ауыр, ұят. Раушан апа сыбырлап, енді бұл жерге келмеңіз. Сізді бәрібір бір күн ұстайды деді. Сөйтіп оның қолына ақша қыстырып жіберді. Мынаны алыңыз, бірақ енді бұлай істемеңіз, жарай ма? Раушан апаның өзі де әрең тұр еді. Оған да оңай болмағаны көрініп тұр. Бірақ Жақып ата тоқтай алмады. Көп ұзамай оны расымен ұстап алды. Бұл жолы үлкен супермаркетте. Адам толы, шу, арбалар, кезек. Мұнда байқалмайды деп ойлаған, бірақ камера бар екенін ұмытқандай. Кассада ол кісіні тоқтатып, кішкентай бөлмеге алып барды. Күтіңіз деді. Біраздан кейін ішке бір жас жігіт кірді. Ұзын бойлы, костюм киген. Менің есімім Рүстем деді. Қауіпсіздік қызметінің басшысы боламын, деп өзін таныстырды. Жақып ата бір түрлі күйге түсті. Бәрі алыстағандай. Сұрақ қойды, үндемеді. Тіпті түрмеден де қорықпады. Кінәлімін, жауап берем. Бірақ кенеттен бір ой жарқ ете қалды. Ұлым білсе не болады? Сол сәтте өте ауыр күй кешті. Жақып ата жылай бастады. Қолымен бетін жауып, мен не істедім, мен қандай адам болдым деді. Мені бұлай тәрбиелеген жоқ. Өлгенім жақсы еді ұрлағанша. Қойыңыз ата, деді Рүстем, жылы дауыспен. Сіз бірінші де соңғы да адам емессіз. Жақып ата ұяттан басын көтере алмады. Қазіргі уақыт қиын, зейнетақы жетпейді, я? Жақып ата үнсіз басын изеді. Бұл сіздің кінәңіз емес, сіз өмір бойы адал жұмыс істедіңіз. Ал қазір осындай күйге түстіңіз. Жақып ата ақырын ғана, мені полицияға тапсырасыз ба, деді. Рүстем жымиып, қойыңызшы ата, бір пакет жарма үшін бе? Жалғыз тұрасыз ба? Иә. Ешкім жоқ па? Жақып ата бір сәт ойланып, ұлын айтпады. Жоқ, жалғызбын деді. Онда үйге өзіңіз барасыз. Қалай? Сіз мені жібересіз бе? Иә, бір-екі қағаз толтырамыз, болды. Жақып ата түсінбей қалды, тек аты жөнін, мекен жайын жазды. Рүстем өзі айтып тұрды. Қателесіп, қалтама салыппын деп жазыңыз, деді. Жақып ата сыбырлап, мен ақшасын төлей алмаймын, деді. Рүстем оның иығынан қағып, мен төледім, сыйлық деп қабылдаңыз. Жақып ата шығып бара жатқанда Рүстем тағы бір пакет ұстатты. Ішінде жарма, балық консерві, май, қант, тәттілер де бар екен. Жоқ, алмаймын. Алыңыз ата, бұл сіз үшін емес, өзім үшін. Сол күннен кейін Жақып ата ұрлық туралы тіпті ойламады. Сол түні жатып, өз-өзіне уәде берді. Жұмыс табам, банкке барам, бәрін реттеймін, деді. Бірақ таңертеңгісін әрең тұрды. Түс кезінде есік қағылды. Жақып ата бұл көрші шығар деп ойлаған. Есікті ашса, Рүстем. Қалай, сіз кіруге болады ма? Әрине. Рүстемнің қолында пакетте кәмпит, печенье, шай, кофе. Бұның енді артық. Жоқ ата, қонақтар құр келмейді. Осылайша олар бірге шай ішті. Жақып ата кәмпиттің дәмін ұмытып қалғандай екен. Сол күннен бастап Рүстем жиі келетін болды. Әрі келген сайын бірде тамақ, бірде витамин, бірде жай әңгімелесу үшін келетін. Жақып ата іштей оны жақсылық жасайтын жігіт деп атайтын. Бір күні Рүстем әңгіме барысында сөзді басқа жаққа бұрды. Жақып ата, сізге жалғыз қиын, денсаулықта сыр беріп жатыр. Сосын жай ғана
мұндай адамдарға арналған жақсы орындар бар. Қарттар үйі емес, жеке пенсионаттар. Жақып ата күліп жіберді. Ол бай адамдарға арналған. Рүстем басын шайқады. Жоқ, сізге де болады. Сөйтсе, пәтерді сатса, барлық қарыздан құтылып, сол пенсионатта өмір бойы тұра алады екен. Жақып ата үнсіз қалды. Бұл біздің үй ғой. Күләшпен бірге тұрған үй, бірге тұрғызған үй. Ұлым осы жерде өсті. Бірақ бір ащы ой келді. Ұлым қанша уақыттан бері келмеді. Сосын өзі тоқтатып, жұмысы бар ғой, уақыты жоқ шығар деді. Рүстем әрі қарай сөзін жалғастырды. Үй үлкен, коммуналка қымбат. Сатсаңыз, қарызыңызды жабар едіңіз. Жаңа кішкентай шағын үй алуға болады, немесе пансионатқа баруға болады, деген ұсыныстар айтты. Бір күні Рүстем қайта келді. Бұл жолы қасында бір әйел бар. Бұл заңгер екен. Әйел жылы сөйлеп, біз бәрін дұрыс рәсімдейміз, сізге ыңғайлы нұсқаны табамыз. Бәрі сондай сенімді, сондай дұрыс сияқты көрінді. Жақып ата шаршаған еді. Қарыздан, есептен, қорқыныштан. Рүстем күнде келетін болды. Кейде жалғыз, кейде заңгермен сөйлеседі, суреттер көрсетеді. Жақсы өмірді сипаттайды. Ақырында ұзақ ойлануға болмайды деді Рүстем. Ертеңге дейін шешім айту керек. Жақып ата жалғыз қалды. Жүрегі дүрсілдеп тұр. Бұл дұрыс па өзі? Қателеспеймін бе? Сол кезде ұлымен ақылдасу керек деп ойлады. Телефон соқты. Иә, әке, деді Қайрат. Даусы ашулы. Жұмыстамын, тез айт. Жақып ата абдырап қалды. Сөздері шатасып, балам, мен пәтер. Қиын адамдар бар. Әке, түсінбедім, ақша керек пе? Кейін сөйлесейік. Ертеңге дейін айту керек. Әке, мен қазір сөйлесе алмаймын, ертең хабарласам, деді. Телефон өшті. Жақып ата орнында тұрып қалды. Тағы да айта алмадым, тағы да кеш қалдым. Кенет денесі ауырлап кетті, тыныс алу қиындады. Кеудесінде бірдеңе күйіп жатқандай. Дәріні аз ішкеннен беген көз алды бұлдырлады. Жер қозғалғандай болды. Сол сәтте бір дауыс естілді. Жақып, не болды саған? Басын көтерді. Көзін ашса, алдында Күләш тұр. Қолында сүлгі, ас үйден шыққандай болды. Баяғыдай, тірі. Жақып ата түсінбей қалды. Мен еденде жатырмын ба? Күләш, күте тұр, қазір тұрам. Орнынан тұрмақ болды. Алғашында ауыр. Бірақ бір сәттен кейін бәрі жеңілдеп кетті. Ауырсыну жоқ. Қорқыныш та жоқ, қысым да жоқ. Жақып ата орнынан оңай тұрды. Күләш оған қарап күлімсіреп тұр. Қолын созды. Жақып ата жақындап, қолдарын түйістірді. Сол сәтте ол, мені бақыт, деді. Құрметті тыңдарман, әңгіменің жалғасын тыңдағыңыз келсе, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.